Uyal telefonlarınızı düşününce telefonlar koştunuz. Себебі біздегі өздеріңіз білесіздер, жастармен жасасуымыз үлкен биік нәтижеге көрсетіп келді Түркістан облысынан. Енді бұл кішкентай себептермен кешікті, өйткені қыздарымыз жарыста алып отырмыз бұрынға, ұлдар келген кезде қыздарымыз кетіп қалып жатыр да. Сол себептен бүгін енді содан келгеннен кейін оларды марапаттаймыз. Ал онда рұқсат болса марапаттайық кәдімгі. Тұрсынбай Ерол білесіңдер, ұлдар арасындағы біздер қазір ертеңгі 1-12-сі футбол болады, Алматы бір оқушымыз Руслан Шахар бақаласа сол футболда болып сол Қазақстан чемпионатында іріктеу болады, әлем чемпионатына бұйыртса сол Қазақстаннан іріктеу болып ар жақта әлем чемпионаты болып Астана старт делегация. Жақсы результатқа көрініп, әлем чемпионатына көрініп. Ол біздің мектептен, ал облыстанда бар, облыста бар? Облыста Данияға жаңағыдай бір бала бар, облыста. Жастардан? Жастардан. Наурыз айының 15-і аралығында Иордания мемлекеті Амман қаласында бокстан жастар жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтті. Бұл чемпионатқа Түркістан облысынан 7 спортшы қатысып, 3 алтын, 3 күміс, 1 қола жүлдеге ие болып келді. 5 келі салмақта 2-ші орын. Анарбаев Бақтияр жастар арасында 27 келі салмақта. Жастар арасында алтын тағы да жастарға Түркістан облысының сертификат 250 мың теңгеге. Костюм бұлдар мені әкімдіктің атынан, дене шынықтыру және спорт басқармасының атынан осындай арнайы алғыстар. Түркістан облысы бокс федерациясының атынан, и мынау біздің әкімдіктің атынан. Әбей гүл түсімісі. Алғыс хатымыз. Жаңағы сәл жанын ашыңыз. Сәл алған ауырып. И міне сертификат. Не қарай. Алғыс хатымыз. Самый главный сертификатымыз. Так, келесі қызымыз. Асықбаев Нұрсұлтан Нұралыұлы. Тренерлермен қосып бөліп түзгендерге адаптерді қолданып болғанда. Көтереді. Артқа тұршы. Жақсы екен. Күндер. Мен бір Олда. 2022 жылы 27 ақпаннан наурыз айының 15-іне дейін Иордания мемлекетінде Амман қаласында жастар арасында Азия чемпионатынан жеңімпаз атандым. Біздің Түркістан облысында 7 спортшы қатысты. Олардың бәрі Алланың қалауымен бәрі жүлдеге ие болды. Осы жүлдеге ие болғанымыздың арқасы бірінші Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Естайұлына алғысымды білдіремін. Ол сонымен қатар Түркістан облысының құрметті бокс
Федерациясының құрметті президенті Жетісбай Арман ағамызға алғысымыз шексіз. Ол өзі спортпен айналысады, сонымен айтады, Түркістан облысының бокс спортына дамуына үлкен үлесін қосып жатқан кісілер, үлкен ағаларымыздың бірі. Сонымен қатар Түркістан облысының бокс федерациясының президенті Серікжан Кеңесханұлына алғысымыз шексіз. Осы жарысқа дайындаған өзімнің тренерім, аға бапкерім, ағайым Демеу Шыңғысхан ағайымның үлесі үлкен. Рахметімді, ең көп рахметімді ағайым айтамын. Осы жеңіске жеткенім әуелі Алланың арқасы, сосын өзіміздің еңбегіміз, ағайымыз екеуміз еңбектеніп жеңіске жеттік. Алда қойған үлкен белестерді бағындырамыз. Алда қойған ең үлкен бокста жүрген менің мақсатым, арманым осы Олимпиада шыңын бағындырып, алтын медальді мойныма іліп, сол арманыма жетуге көптеген еңбектер төгеміз. Жалпы сен үшін Азия чемпионаты қалай өтті? Неше рет қатысып отырсың? Қай салмақта өнер көрсеттің ол? 2020 жылы 57 килограммда бокстасқан едім, ол да чемпион болдым, Құдайға шүкір. Сонымен 2022 жылы Иордания қаласында болды. Ол кезде де 57 килограмм салмақта бокстасып чемпион атандым. Қанша кездесу өткіздің? Жалпы қай елдің боксшысымен сен кездесу қиындау өтті? Ең қиын кездесуім өзі бірінші бойым болды. Ол Индус Пратчи деген қыз болды. Ол өз бойы ұзын, физикасы мықты болды. Сол маған өте қиын болды. Ал финалдағы соперницама аға екеуміз дайындалып, нәтижесінде чемпион болдық. Финалда қай елдің боксшысы? Финалда Таиланд. Кім деген қыз? Жаңа Индус қызын ұту үшін қандай тактика қолдандың? Оның бойы ұзын деп жатсың. Иә, бойы физикасы мықты деп жатсың. Жалпы қандай тактика қолдандың? Ол артқа істейтін болды, ал мен бірінші номер болып алдыға істейтін болғандықтан, оны тек қысып, сындырып, көбінесе арт қолдармен. Жеңдің ғой, иә? Иә. Жақсы. Біздің спортшылар нөмір 5-ші олимпиадалық ізбасарлар дайындайтын спорт мектебінде спорттың 3 түрі қамтылған. Ол ерлер бокс бөлімі, әйелдер бокс бөлімі және шығыс жекпе-жек бөлімі. Бұл бөлімдерде бізде 832 спортшы 8 ауданда шұғылданады. Және спорт мектебімізде біздің 53 жаттықтырушы бар. 53 жаттықтырушы және де кәсіби түрде 832 спортшы кәсіби түрде спортшыларымыз қатысады. Енді алдағы қойған мақсатымыз, өздеріңіз білесіздер, Олимпиада ойыннан кейін бізде Азия ойындары 4 жылда бір рет өзінің биылғы байрақты жалауын көтергелі отыр. Ол Қытай мемлекетінде өтіп отыр. Міне қазір соған бізде жаңағыдай шығыс жекпе-жегінің Ушусанда деген бөлімі бар. Сол Ушусандадан 2 қызымыз, 2 спортшымыз қатысайын деп отыр. Құдай қаласа олар. Бірінші бүкіл әлемдік универсиада болады. Жаңағыдай маусым айында. Олар 2 спортшымыз соған қатысады. Ол Меркенбай Алтынай 52 килограммда, Төреханова Айгерім 60 килограммда. Енді бұл 2 қыз өзі біздің Қазақстан Республикасының ішінде негізінде қыздардан 2 қыз қатысады. Ұлдардан мысалға 7 спортшы қатысатын болса, қыздардан 2 берген, сол 2 де біздің Түркістан облысының спортшылары Қазақстанның атынан. Бірінші бүкіл әлемдік универсиадаға қатысады, одан кейін жаңағыдай Азия ойындарына Құдай қаласа қатысуға жоспарлап отыр. Қазір тыңғылықты дайындық үстінде ол спортшыларымыз. Одан кейін бізде енді жастар мен жасөспірімдер жаңағыдай спортшыларымыз бар, боксшыларымыз. Ол боксшыларымыздың өздеріңіз бүгін тамашаладыңыздар, жетістіктерін марапаттадық. Енді келесі бізде бүкіл әлемдік гимназияда дейді. Ол енді бұрын енді кеңес дәуір кезінде бүкіл енді қалай деп айтсақ оқушылар арасындағы әлемдік дода еді. Қазір соның аты өзгеріп бүкіл әлемдік гимназияда дейді. Міне соған біздің қазір 3 спортшымыз дайындық үстінде, Құдай қаласа Франция мемлекетінде соған қатысады. Одан кейін қай спорт түрі бойынша? Бокс па? Бокс, әйелдер боксы. Әйелдер боксынан. Ол енді 3 спортшымыз, ол уже баратын, тағы да 2 спортшымыз, олар жаңағыдай отбордан өтейін деп отыр. Отбордан өтіп, олар да мүмкін 5 болуы мүмкін. Бірақ енді қазіргі менің алдымдағы
тыңғылықты деректерге сүйенсек 3 спортшы уже жолдамасы алып тұр. 3 спортшы, оның біреуі ұл, екеуі қыз. Ал енді қалған 2 спортшымыз, олар қазір іріктеу жарыстарына тағы қатысып жатыр Өскемен қаласында. Мүмкін 5-еуі де болуы мүмкін. Азия жаңағыдай гимназия ойындарына. Одан кейін Азия, Дети Азия дейді, балалар Азия, ол да 4 жылда болады оқушылар арасындағы. Оған да спортшыларымыз қатысады, оған 3 спортшымыз қазір дайындалуда. Құдай қаласа, ол да бокс бөлімінен Құдай қаласа, біреуі ұл, екеуі қыз, олар да дайындалу үстінде. Одан кейінгі додаларымыз жаңағыдай айтып өттік қой, жаңағыдай жастар арасында әлем чемпионаты болады Испания мемлекетінде. Оған да Құдай қаласа 2 қызымыз и 1 ұлымыз қатысу жоспарланып отыр. Олар ол қазан айында болады Испанияда әлем чемпионаты, оған дейін іріктеу жарыстары болады. Енді былайша Құдай қаласа денсаулықтары барлығы дұрыс болып тұрса, бұл 3 спортшы ол міндетті түрде қатысу керек. Құдай қаласа тағы да 2 спортшымыз жаңағыдегі іріктеу жарыстарынан қатысады, іріктеу жарыстарына өтеді. Сонымен биылғы алдағы мақсаттарымыз сол. Құдай қаласа спортшыларымыз биік шыңдардан көрінеді. Оған енді өздеріңіз білесіздер ғой, біздің Түркістан облысының басшылары, әкімдігі өте көп қолдау көрсетуде. Мен шын жүректен спортшылардың атынан, өзімнің атынан біздің Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев мырзаға алғысымды айтқым келеді. Өйткені бізді спортты қолдайды, ол кісі әрдайым. Ешқандай бізде проблема жоқ, өйткені қаражат болсын, спорттық киімдер болсын, барлығын әр уақытлы бізге көмектеседі. Одан кейін тағы атап өтетінім федерация, бокс федерациясын айтуға болады. Бокс федерациясы өзі жақында ғана құрылды, бокс федерация. Ол бокс федерациямыздың құрметті президенті Арман Шәрпекұлы Жетпісбаев мырза, құрметті президентіміз, және де сол бокс федерациясының президенті Серікжан Кеңесханұлына сол кісілермен қолдау жасап, біздің спортшыларымызға көп қолдау жасап көмектесуде. Сол бокс федерациясына алғысымды айтқым келеді. Енді спортшыларымызда тек қана жетістіктерге жетеді, оларға өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, олар әр уақытта өзінің жаңағыдегі тамағы тоқ болып, киімдері бүтін болса, олар біздің облысымыздың намысын әрдайым биік шыңдардан көрсетеді. Біз жаттықтырушыларымызға да алғысымды айтқым келеді. Күндіз-түні солармен бірге, солармен жалғыз біздің облыс емес, олар Қазақстанның көк туын биік шыңнан көрсетіп, әнұранымызды шырқатуға үлестерін қосып жүр. Жақсы, рахмет.